Құрметті қазақстандықтар, тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің мәдени өмірі жаңа кезеңге қадам басты. Ұлттық мемлекеттіліктің қайта өрлеуі ұлттық мәдениеттің жаңаруымен қатар жүрді. Кеңестік идеологиядан арылу, ұлттық бастауға қайта оралу және батыс мәдениетімен тең қарым-қатынас орнату осы үдерістің негізгі бағыттары болды. 1989 жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жарияланды. 2007 жылы үш тұғырлы тіл жобасы басталды. Болашақта 2025 жылға қарай қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру жоспарланды. Білім саласында да үлкен өзгерістер болды. 2004 жылдан бастап мектеп бітірушілер ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыра бастады. Үздік жастар болашақ бағдарламасы арқылы шетелде білім алуға мүмкіндік алды. Жоғары білім беру жүйесінде болон үдерісі енгізіліп, бакалавриат пен магистратура жүйесі қалыптасты. 2004 жылдан бастап мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылды. Оның мақсаты тарихи мәдени ескерткіштерді сақтау, қалпына келтіру және ұлттық сананы нығайту. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы петроглифтері халықаралық деңгейде танылды. 1998 жылы Астанада ұлттық музыкалық академия құрылды. 2000 жылы Алматыда Төлеген Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік өнер академиясы ашылды. Қазақстан концерт залы, Астана опера және балет театры, Астана балет театры мәдени өмірдің жаңа белесіне айналды. 2012 жылы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсы Германияның оңтүстік Тюрингия театрында сахналанды. Бұл қазақ өнерінің халықаралық мәдени кеңістікке сенімді қадам басуының айқын дәлелі болды. Қазақ киносы да әлемге танылды. Асан Өмірқұлов, Дарежан Өмірбаев, Рүстем Әбдірашев, Ермек Тұрсынов, Әмір Байғазин сынды режиссерлердің фильмдері халықаралық дәрежеде мойындалды. Бүгінгі мәдени даму ұлттық жаңғыру мен жаһандық ықпалдастықтың үйлесімі. Туған жер ұғымы тарихи мәдени мұраны қорғаудың рухани негізіне айналды. Өйткені мәдениет ұлттың жаны. Ал рухы мықты елдің болашағы да берік болады.